айттым, мынаған тең деп, бұны шексіз периодты ондық бөлшек деп айтады. Шексіз период деген мынау қайталанып жатыр. Осы қайталанған периодты былайынан жақша қаласылады. Ұмытты ма? Енді оны жай бөлшекке айналдырудың қарапайым тәсілін айтайын. Нөл бүтінін бүйтіп жазып қоямыз да, бүтіннің алдында тұрады. Енді оны жазбай қоюға болады ғой. Енді мына бөлшектің астына жақшаның ішінде қанша сан тұрса, сонша 9 қоямыз. Жақшаның ішінде бізде біреу сан тұр ғой. Міне қойдық. Енді жақшамен мына үтірмен жақшаның ортасында қанша сан тұрса, сонша 0 қоямыз. Түсіндің ме? Енді үстіне нені жазамыз? Үстіне мынаны полностью аламыз да 15-тен. Алып сатына 1-ді алып жазамыз. 15-тен 1-ді алып жазамыз. Сөз 0 бүтін жазбай қойып, 90-дан неше болады? 14. Енді оны қысқартатын болсам 2-ге. Неше болады? 7 мұнда? 45. 45. Мұнда мына үлкен. Енді сол кезде қараңыздар. Сол кезде или болмаса былай тұра берсеңізші, 90-нан 14 тұр, мына жақта. Ал мына жақта 9-дан 5 тұр. Енді екеуін салыстыру үшін бөлшектерді, мынаның несін не қылып алуымыз керек? 90 қылып алуымыз керек. Ол үшін астында үстінде не істейміз? 10-ға көбейтеміз, Сол кезде мынау қанша? 90-нан 50, мынау 90-нан 14. Қайсысы үлкен? Анау үлкен. Все. Көрдіңіз бе? Goodbye. Сол кезде Б деген жауапты бояймыз данный моментте. Вот так. Енді мына мысалға, мынаны қалай айналдырар едік? Мысалға 3 бүтін 12 7 дей салайыншы. Мынаны жай бөлшекке қалай айналдырамыз? 3 бүтін. 3 бүтін жазып қоямыз. Қанша 9 жазамыз? 1-ақ 9 жазамыз. Себебі жақшаның ішінде 1-ақ не тұр? Ал жақша мен үтірдің ортасында 0. 2-0 қоямыз. Үстіне 127-ден аз айтсаймыз мынаны. 12-ні. 3 900 127-ден 12 алсақ, мынада 115. Енді бұны қысқартуға болады. 115-ті 2-15-ке? 2-15-ке қысқартсақ, 3 бүтін, мынаны 5-ке бөлсек қанша? 160 па? 160. Точно ба? Жоқ. 90-ды 5-ке бөлсек қанша? 18. 180 онда, Мынаны 5-ке бөлейік. 115-ті 5-ке бөлсек. 23. Енді арғарай қысқармайды. Сол кезде мынаны мысалға жай бөлшекке айналдыр десе, немесе аралас бөлшекке айналдыр десе осылай. Енді жай бөлшекке айналдыру үшін мынаны алып қойып, мына қоссам оны білеміз, Просто идеясын түсіндіңіздер ме? Иә. Тамаша. Оны ішіре берейін бе?